Денеңіз қалай жұмыс істейтіні туралы шағын сабаққа дайынсыз ба? Гормондар әлеміне қош келдіңіздер. Гормондар дененің кішкентай хабаршылары, арнайы бездер шығарады және қан арқылы жіберіледі. Олар өсу мен зат алмасудан бастап, көңіл күй мен жыныстық функцияға дейін бәрін басқарады. Гормондар үш негізгі түрге бөлінеді. Біріншіден инсулин және өсу гормоны сияқты ақуыз гормондары. Оларды дененің құрылысшылары деп елестетіңіз. Келесіде бізде холестериннен жасалған тестостерон және эстроген сияқты стероидты гормондар бар. Олар маңызды шешімдер қабылдайтын менеджерлер сияқты. Соңында адреналин сияқты амин қышқылдарының туындылары. Олар төтенше жағдайларда іске қосылатын жедел жәрдем қызметкерлері. Сонымен, келесі жолы энергияның немесе көңіл күйдің өзгеруін сезсеңіз, гормондар алғыс айтыңыз.